Мен бұны Алиэкспресстен 2000 теңгеге заказ бердім. Хоп, көрейік. Барлығы осы видеодан басталған болатын. Бұл видео менің TikTok каналымда 500 000 просмотр жинап, мыңдаған комментария жазылған болатын. Сондағы барлығына қызық болған зат мінекей мына нәрсе. Достар, қазір мен бұл затқа полный обзор жасап, қайдан алдым, қаншаға алдым, қалай пайдаланамыз және де не үшін керек деген сұрақтардың барлығына жауап беретін боламын. Олай болса, көп созбай қояйық. Кеттік. Мінекей достар, жақынырақ көрсететін болсам, барлығы металдан жасалған, тек мына жерінде ғана наклейкасы бар, және де мынау, как айтсам, пружина ретінде оралған, яғни бұл осы бізде қара цветке боялған екен. Бұл затты достар мен Алиэкспресс сайтынан заказ бердім. Алиэкспресс сайтында бұл теңгемен 2000 теңге достар. 2000 теңгеге заказ бердім. Доставкасы тегін. Достар, бұл не үшін керек? Бұл затты әркім әртүрлі пайдаланса болады. Ең көп пайдаланатындар фокусниктер. Яғни сіздер көрген боласыздар, фокустарда бір жоқ жерден таяқ шығарып алады, палк шығарып алады, яғни сол палкілер осылар достар. Олардың қолдары өте қатты жаттыққан. Мен сияқты ебет еспейді, атып жетіп неше түрлі болып жатпайды. Мен даже опасно бұл зат, қолымды неше рет телдім осының кесірінен. Сіздер де алған кезде абой болыңыздар достар. Кейбіреулері бұны өз-өздерін қорғау үшін пайдаланады, өйткені бұны атқан кезде, яғни біреуге қарай басып, немесе басын жарып қоюға деген сияқты мүмкін. Және де бұл өте қатты таста, яғни ағаш ретінде адамды ұрса да болады. Бірақ ондай нәрсеге кеңес бермеймін сіздерге. Достар, бұл қалай жұмыс істейді деген сұраққа келетін болсақ, ең алдымен үш саусақпен қатты қысасыздар осылай, және де ұшын басу арқылы сіздер, көргендеріңіздей, қайта орнына келтірейін. Мынау шығып кетсе, уже бұл атылады деген сөз. Осыны басу арқылы шықты. Мен сіздерге жаймен көрсетем. Міне. Көппа, көріп отырғандарыңыздай. Міне ұзындығы. Осылай жұмысқа қосасыздар. Бұны бұрау арқылы қатты тастай қылуға болады, көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей, жақындап көрсететін болсам, көріп тұрғандарыңыздай, как пружина ретінде бұл жиналған. Мінекей көрдіңіздер ме? Ортасы шығып. Мінекей достар, қайтадан қалпына келтіріп қойдым. Достар, енді бұны біз қалай жинаймыз? Ол өте оңай. Солға қойып аласыздар. Және де өзіне кейін қарай бұра бересіздер. Мінекей. Қайта шығып кетті. Қайтадан бұраймыз. Жинаған кезде ең бастысы ұшынан ұстап, бағанаға басын кіргізу керек. Сол кезде қайттан өз орнына келеді. Қалдаларыңызға қойып ашылып кетіп жүрмесін. Достар, қайттан көрсететін болсам, мінекей достар, бұл товарды мен сіздерге толықтай көрсеттім. Негізінде бұндай қызық товарлар менің YouTube каналымда обзор видеоларымда өте көп. Ашып көре берсеңіздер болады. Және достар, бізде соңғы сұрақ қалды. Ал енді соңғы сұраққа келетін болсақ, Алиэкспресстен қалай заказ береміз? Достар, менің осы YouTube каналымда Алиэкспресс қалай заказ береміз деген видео тұр. Немесе мына жерге қазір ссылкасын қалдырып кетемін. Бұл видеода мен Алиэкспресстен қалай заказ беру керектігін толық үйреткенмін. Осы видеоны көру арқылы сіздер өздеріңізге мынадай заттарды немесе қалаған заттарыңызды Алиэкспресстен заказ беріп алдырсаңыздар болады. Достар, Алиэкспресстен заказ беруден мүлде қорықпаңыздар. Көбісі затым жоғалып кетпей ма, немесе алдап кетпей ма деп қорқады. Жоқ, онда ештеңе де болмайды. Сіздер өздеріңіздің почтовый индекстеріңізді, адрестеріңізді дұрыс жазсаңыздар, товарларыңыз өздеріңізге келеді. Ол жақтағы заттардың көбісі арзан және де сапалы. Көбісінде стереотип қалыптасып қалған Қытайдың заттары, яғни китайский деген сияқты. Жоқ, достар, ондай емес. Достар, егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Бұдан да басқа неше түрлі заттарға әлі обзор жасайтын боламыз. Мені қарап отырыңыздар. Чао. Стоп. Мен товардың атын айтуды ұмытып кетіппін. Бұл товарды сіздер Алиэкспресстен волшебная палочка деп іздеп тауып ала аласыздар. Бай-бай.